Баршаңызға сәлем, менің есімім Кәмшат, жасым 28-де. Бұл YouTube каналды ашқан себебім өзімді дамытқым келеді, өсіргім келеді және өзгерткім келеді, әрине жақсы жағынан. Бұл YouTube каналда мен сіздерге пайдалы әрі мотивация болғым келеді және ішкі сезімдермен бөліскім келеді. Қазіргі менің ішкі сезімдермен бөлісе кететін болсам, мен қазір хаустан шықтым, зона комфортадан шықтым десем де болады. 4 күн болды, азанда ерте тұрып, жаяу жүріп, өзімді жақсы жаққа өзгертуді бастадым және спортпен шұғылдануды бастадым. Спортпен шұғылданғанда қазір мен бассейнді бастадым. Бірінші бассейнді, қалған спорт түрін бірден былай алып кеткім келіп жатқан жоқ, потому что шаршап қалуым мүмкін деп бірінші бассейннен бастадым. Азанды сағат 4:30-да тұрып, таң намазымды оқып аламын да, сыртқа шығып кетсем да, өзіммен өзім, өзімнің ойларыммен, өзімді жинақтап, жаяу жүретін боламын. бір жарым сағаттай жаяу жүремін. Әрі өзіме салмақ тастауыма да жақсы көмектеседі. Өзіңді өзгерткің келсе, менің каналыма тіркеліп ал. Қазір мен сіздерге өзімнің ішкі сезімдеріммен бөлісіп жатырмын. Әрине бірінші видео болғандықтан менде қобалжу. Мен Instagram жүргіземін, өзімнің блогымды жүргіземін, SMM мобилограф болып жұмыс жасағанмын, Түркістан қаласында тұрамын. Әлі де SMM мобилограф болып жұмыс жасаймын, бірақ өзіме ол мамандық мүлдем ұнамайды. Сол үшін мен осы YouTube'да бастадым. Сіздерге пайдалы болу үшін мен өзімнің ішкі сезімдерімді қазіргі таңда айта кететін болсам, бір қалыпты, көбінесе көңіл күйім өте жиі түседі. Білмеймін неге екенін. Өзімді андай неуверенный адам сияқтымын да. Өзімді басқа біреудің состояниесіне кіріп кете беремін, біреудің бір нәрсесін естіп алам, бір токсик әңгімелерді естіп алам да, негативный әңгімелерді естіп алам да, соны ойлап жүрем кешке дейін. Бір байқысай, құдай-ай деп ше, сөйтіп өзімнің энергиямды құртып алатын адамдардың бірімін. Сол үшін қазір мен өзімді қолға алып, дәл сондай ауыр состояниелерді жеңу үшін дәл осы YouTube каналды аштым. Егер сіздер де мен сияқты сондай бір ыңғайсыз состояниеде жүрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Мен әр видеомда менде қандай өзгеріс болып жатыр, не болып жатыр, барлығымен сіздермен бөлісетін боламын. Одан кейін менде ақша мәселесі, финанс мәселесі, менде финансовый грамотность деген мүлдем жоқ. Ақша қалай кетеді, солай шашым. Қанша табатынымды да есептемеймін, қанша шашатынымды, доходымды да, расходымды да мүлдем есептемейтін адам. Білмеймін неге екенін, или жалқаумын ба, білмеймін. Мен соның бәрін дұрыстағым келеді, нормальный өмір сүргім келеді. Мен қазір осы видеоны өзімнің үйімде, терезенің алдында түсіріп отырмын. Көзім терезе жаққа қарай кетіп қалып жатыр. Мен осыдан бір апта бұрын өзіме копилка алдым. 1 миллиондық копилка алайын деген едім, андай өшіретін копилка ше. 1 миллиондық копилка алайын деген едім. Оны өзіме көп алып қоймайыншы, бірінші майдасынан бастайын деп шештім. Аздан үздіксіз дейді. Сол үшін мен өзіме осындай 300 000 теңгелік мынандай копилка сатып алғанмын. Ішіне біраз ақша салып тастадым, өшіріп жатырмын. Қанша салам, солардың бәрін мына жерге өшіріп, соңында қанша уақытта, или қанша айда, или қанша күнде, қанша 300 000-ды жинай алады екен, соны өзімді сынамақшымын да. В общем, финансовый грамотностьімді, қаржылық сауатымды былай келгенде арттырғым келеді. Мен қазір сіздердің көздеріңізше өзімнің карманымдағы бар ақшамды саламын. Сіздер де мен сияқты қаржылық сауаттарыңыз 0 болатын болса, ақша жинай алмайтын болсаңыздар, мен сияқты, дәл мен сияқты. Мен қазір өзімді қатты унижаться етіп отқан шығармын сіздердің алдарыңызда, бірақ мен шынайы болғым келіп жатыр да. Менде қазір қандай болып жатыр, не болып жатыр, солардың бәрін мен сіздермен бөліскім келіп жатыр. Сіздердің алдарыңызда өскім келіп жатыр. Сіздер де менімен бірге дәл осындай нәрселерді бастасаңыздар болады. Дәл қазір, дәл осы копилкаға менің карманымдағы 1000 теңге болсын, 2000 теңге, 500 теңге болсын, мен салатын боламын. Сіздердің көздеріңізше. Карманымда 2000 теңге бар екен. Сосын тағы 1000 теңге бар екен. 3000 теңгені қазір мен сіздердің көздеріңізше салатын боламын. Бұл енді бір жақсы қабылдаңыздар негізі. Мен сіздерге мотивация болсын деп, дәл осы финанс мәселесі көп адамда мәселе деп ойлаймын, кәдімгідей үлкен мәселе деп ойлаймын. Сол үшін мен сияқты осындай копилканы алып, сіздерде ақша жинап көріңіздер. Давайте 300 000 теңгені қанша айда или қанша күнде жинайды екен. Мен бұны ашқаныма
бір где-то бір аптадай болды ау или 10 күндей болды, точно не знаю. Міне 17 шілде күні арнаған екенмін. Қазір мына жерде мен 2000 теңгені өшірдім и 1000 теңгені өшірдім. 1000 теңгені өшірдім. Енді мынаның бәрін толтырып тастауымыз керек, қанша күнде қанша айда толтырады екенбіз. Келесі мәселе, мен өзімнің істеп жатқан жұмысымды махаббатпен жақсы көріп сүйіп істемеймін. Яғни мен оны комплекстерімнің бірі деп санаймын. Ол комплекстерімнің бірі мен тұрақсыздық. Бір мамандықтан нормально жұмыс істей алмаймын. Оны да жеңгім келеді. Мен дәл осы YouTube маған қызық болды негізі. YouTube маған қатты қызық болды. Мен YouTube'ды зерттегім келді. И қазір сол YouTube'ды зерттеу үстіндемін. Құдай қаласа, YouTube эксперт болғым келеді негізі болашақта. Мен өзімнің біраз мамандарды оқытатын YouTube эксперт болғым келеді. Сол үшін қазіргі таңда YouTube'ды қатты қызығып, бір зерттеп жүрген жайым бар. Менің негізгі қазіргі жасап жүрген жұмысым SMM мобилография жұмысы. Кәсіпкерлердің жаңағы онлайн табыстарын көмектесу, онлайн табыстарын арттыру деген сияқты. Негізгі мамандығым медбике мамандығы, медсестра. Медсестралықты мен өзім сүйіп оқымағанмын мүлдем. Мені әке-шешем қинап, медсестралыққа жылатып түсіріп қойған. Соның зардабын шегіп жатырмын десем қалай. Осымен видео аяқталсын. Аз да болса сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Мен сияқты сізде сондай бір түрлі состояниеде жүрген болсаңыз, давайте менің каналыма тіркеліп алыңыз. Бірге өсейік, бірге ақша жинап бастайық, қаржылық сауатымызды арттыра бастайық, хотя бы ақша жинауды үйренейік. Менімен бірге үйреніңіздер. Тұрақсыздықтан қалай құтылу керек, дисциплинаны, зона комфортадан қалай шығу керек, соның барлығын осы каналымда алдағы уақытта салатын боламын. Сау болыңыздар.